Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге қайнатпалы кремнің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге арнамда соңына дейін болыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Ал ендеше бастайық. Газ плитамызға сүтімізді құйып, баяу отқа қоямыз. Қайнатпаймыз, қайнағанша күтеміз. Сол арада біз 2 дана жұмыртқамызды қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Қантымызды жақсылап ерітіп алғаннан соң, артынан кукурузный крахмалымызды саламыз. Кукурузный крахмалды картоп крахмалымен алмастырсақ болады. Және де жақсылап араластырамыз, түйіршік қалмайтындай қылып. Егер де сіздерде түйіршік қалып жатса, онда сіздер дұрыс араластырмағандарыңызды білдіреді. Жақсылап араластырып алдым. Енді газ плитадағы сүтіміздің азғана бөлігін құямыз. Себебі бәрін құйсақ, жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Сондықтан да азғана бөлігін құйып, венчикпен араластырамыз. Араластыруды тоқтатпаймыз. Баяу отқа сүтімізді қойып, артынан жайлап құя бастаймыз. Бір қолымызбен араластыруды тоқтатпаймыз. Массамыздың қою болғанға дейінгі консистенцияны күтеміз. Араластыруды тоқтатпаймыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. 3 минут уақыт өтті. Консистенциясы қоюлана бастады. Ванилин сахарын шым-шым салып, араластырып аламыз. Қайнатпалы креміміз дайын болды. Қараңыздар, консистенциясы осындай болу қажет. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі нәзік. Енді бөлек ыдысқа құйып аламыз. Ыстық кастрюльде тұрмау керек. Бұл кремді эклер немесе Наполеон медовый торттарға жасасаңыздар, өте нәзік әрі жеңіл кетеді. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бетін пищевой пленкамен орап, ауа өтпейтіндей қылып, бөлме температурасына бірнеше сағатқа қойып қоямыз. Сонда өзі қоюлана бастайды. Рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Креміміз дайын болды. Қараңыздаршы, қандай әдемі крем дайын болған. Крем насаткіге құйып алып, торттарға пайдалансақ болады. Бейнемде менімен болғандарыңызға рахмет. Қайнатпалы кремді 7 жылдан бері жасап келемін. Сіздер де жасасаңыздар, 100% бір жасағаннан жақсы шығады. Сіздермен болған Жансая. Ендігі бейнеде кездескенше сау болыңыздар.